Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге әдеттегідей мамандық таңдау мектебі. Жатақхана деген кезде көбіміз бір фильмдегі, сериалдағыдай секілді атмосферный бір өте әдемі бір бөлмелерді елестетіп жатамыз. Бірақ өкінішке орай студент болып барған кезде жатақхана біздің қалағанымыздай болмай жатады. Сол себепті де бүгінгі видеода мен Қазақстандағы жатақханалардың жалпы фотолар мен видеолары арқылы сіздерге шынайы бейнесін, шынайы атмосферасымен бүгін бөліскім келіп отыр. Түсінгендеріңіздей, бүгін біз Қазақстандағы университеттердің жатақханаларына обзор жасап, қай жері жақсы, қай жері жаман, қандай минустар бар екенін көрсетіп түсіндіретін боламыз. Бүгінгі тізімдегі университеттер енді көбілеріңіз танисыздар, ол жерде национальный, яғни ұлттық университеттер де бар, мемлекеттік университеттер де бар, кейбір частный университеттер де бар. Жалпы бүгін мен жатақханаларды қарастырған кезде ең алғашқы бір талаптардың бірі ол 10 мың мен 20 мың теңгенің аралығында тұратын жатақханаларды ғана қарастырдық. Негізі одан да қымбатырақ, 30 мың, 40 мың, 50 мың теңгеге де жатақханалар бар. Бірақ ол студентке сәл ауыртпашылық тудыртатын болғандықтан, қымбатырақ болғандықтан, мен жалпы осы 10-20 мың теңгенің аралығындағы жатақханаларға обзор жасайын дедім. Және бүгін сіздерге көрсететін ең алғашқы университет ЕНУ университеті, яғни Евразиялық ұлттық университет. Егер де фотоларын қарап тұрсаңыз, өкінішке орай Евразиялық ұлттық университетінің жатақханасы басқа университеттермен салыстырғанда әлдеқайда төмен деңгейде, тіпті жағдайы онша емес десек те болады. Әрине қазіргі таңда ыстық мұздай суы бар, одан кейін енді бір жатуға болады, бірақ ұлттық университеттің атағына ол сәйкес келмейді деп ойлаймын. Негізі қазіргі таңда Евразия ұлттық университетінде 100 мың теңгеге де, 120 мың теңге, 160 мың теңгеге де әртүрлі бөлмедегі жатақхана табуға болады. Және фотода көрсетілген ол 100 мың теңгелік жатақхана. Бірақ енді бұл жылына болып есептелгендіктен, енді шамамен айына 10 мың теңге деп есептесек деп, бұл өкінішке орай басқа университеттегі жатақханалармен төмен деңгейде десек те болады. Оның қасында салыстырмалы тұрғыдан Ақтөбе қаласындағы Жұбанов университетінің жатақханасының жалпы жағдайы әлдеқайда жақсырақ. Өкінішке орай бұндай ұлттық университетке бұндай жатақхана болғаны нашар деп ойлаймын. Бұл енді нашар жатақханалардың қатарына кіргізіп отқан себебім ол тек қана общий душ, общий туалет деген секілді болған қалғана емес, қосымша мебельдеріне де, жалпы бөлменің жағдайына да қарап айтып отырмын. Өйткені қарасаңыздар, бұл жерде бөлмелердің жағдайы өкінішке орай, мебельдері, олардың ремонты өкінішке орай өтіп қатты жақсы емес. Келесі жатақханаға тоқталамыз. Казанпу университеті. Бұл жатақханада 10 мың мен 20 мың теңгенің аралығында тұратын жатақханалардың қатарына кіреді. Бірақ біздің тізімдегі бір рейтингтің төменгі қатарындағы университеттердің бірі болып тұр. Яғни Абай атындағы педуниверситетінің жатақханасын егер де көрсеңіздер де дәл солай общий душ, общий туалет және де бөлменің ішіндегі жағдай өкінішке орай, мебель деген секілді, ремонты деген секілді өкінішке орай өтіп қатты жақсы емес. Ол қалай болғанда да студентке сабақ оқу барысында әсер ететіндіктен, жалпы сенің тұратын жерің, ұйықтайтын жерің, тамақ ішетін жерің, жалпы сенің күніңнің жарты бөлігі сол жақта болғандықтан, қалай болғанда да ол атмосфераның барлығы сезіледі. Және де студентке ондай жағдайлар онша емес деп есептеймін. Сол себепті де Казанпудың да жатақханасы төменгі деңгейде тұр. Казанпу мен Казнау аграрный университетпен салыстырғанда кішкене ғана жоғарырақ жатақхана ол Ату университетін айтуға болады. Бұл жақта да бір қатты бір керемет жағдай жасалмаған, бірақ салыстырмалы тұрғыдан, егер де фотодан көріп тұрсаңыздар, салыстырмалы тұрғыдан мебелі бойынша, ремонты бойынша әлдеқайда жоғарырақ. Жатақханасы сәл жақсырақ университетке тоқталайық, яғни Сәтбаев университеті, Политех. Қазіргі таңда Сәтбаев университетінің жатақханасының біреуін толықтай ремонт жасап, өте күшті қылып көрсетіп жатыр. Тағы да бір жатақханасы ремонтта, бірақ қалған жатақханалары ремонт әлі жасалмаған. Ремонт жасалмаған жатақханалары қазір жылына 65 мың теңге төленеді. Туалет ваннасы ортақ, бірақ туалет пен ваннасы басқа жаңағы айтылған университеттерден көрі әлдеқайда жоғары деңгейде, жақсырақ. Одан кейін қосымша Wi-Fi деген секілді оларда көрсетілген, оларда бар. Бірақ мындай нәрсе бар. Яғни Сәтбаев университетінің ремонты жасалмаған жатақханасы мен ремонты жасалған жатақханасының арасында үлкен айырмашылық бар. Яғни көп деген студенттерге олар өздерінің ремонты жасалған
жатақханасының фотоларын көрсетіп, өзінің студенттерін, болашақ абитуриенттерін қызықтырып жатады. Сіздер осындай күшті жатақханада жатасыз деп. Және де соған көптеген студенттер күшті болады екен, мындай болады екен, әдемі жатақханаға барады екен деп өстіп қиялдап, армандап барады. Бірақ ожидание реальность болып жатады. Себебі оларды онша емес жатақханаға жатқызып жатады деген секілді. Бұл жерде енді ремонты жақсы жатақхананы алу бапшабама деген секілді. Үлгерсең алып үлгердің, үлгермесең жоқ деген секілді нәрсе болып тұр да. Сол себепті де ала алмай қалған студенттерге ол обал деп ойлаймын. Барлығы жағдайы жақсы жатақханаға жатқысы келеді. Сол себепті де барынша тезірек университет ремонтын жақсартса деген жалпы ұсыныс. Бүгінгі тізімнің рейтингісіндегі 3-ші орында тұрған университет Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Негізі Казнудың жатақханасы басқа университеттермен салыстырғанда әлдеқайда жақсырақ, бірақ оның ішінде де онша емес жатақханалар бар екенін тағы да ескертейін. Қазіргі таңда Казгуда 16 жатақхана бар. Соның негізі ең бір күшті жатақханалары ол номер 15-ші жатақхана. Қателеспесем, журфак. Ол жатақхана 9 этаждық, және де іші де күшті, ремонты да жақсы. Сол себепті де сол жатақханаға көбісі жатқысы келіп жатады. Шамалы орташа деңгейдегі де жатақханалар бар. Мысалға Физтех, Химфак деген секілді жатақханалар. Олар салыстырмалы тұрғыдан жақсырақ, бірақ одан да нашар. Өзінің Казгудың ішінде де онша еместеу, әлі де тараканы бар, ремонты толық жасалмағанда ескі общагалар да бар. Сол себепті де бүгін біз оны 3-ші орынға қойып отырмыз. Негізі үлкен плюстардың бірі Казнудың жатақханасында ол секция ретінде жүреді. Яғни H және Б деген секілді ретінде жүреді. Яғни Б-да 4 адам, H-да 2 адам деген секілді сол бір секцияға туалет ваннасы болады. Ванна дегенде ол душевой емес, тек қана раковинасы болады. Ал душевойы, душқа түсетіні ортақ болады. Бірақ Казнудың жатақханасында үлкен минус ол душ ортақ болса да, мындай жабатын жапқышта жоқ. Қай жатақханасына бармасаң да жапқышта жоқ. Сол үлкен бір минус болып есептелінеді. Wi-Fi бар, бірақ барлық жерде Wi-Fi прям керемет ұстайды деп айта алмаймын. Одан кейін қосымша қазіргі таңда стиральныйды қосыпты. Бұрындары мен Казгуда оқыған кезде ондай стиральный болмаған. Қазіргі таңда типа прачечный секілді бөлмені қосқан, 300 теңгеге киіміңді жуып алсаң болады деген. Бірақ оны да негізі тегін жасауға болар еді дегенде бір ұсыныс болып тұр. 2-ші орында Женпи университетінің жатақханасы. Осы университетке Инстаграмда обзор жасаған кезде, жатақханасына барған кезде, олардың жатақханасы да секция болып, яғни H және Б болып бөлінетіні, және де душ пен ваннасы әрбір бөлмеде жеке екенін көрдік, және де душының өзі жеке болып. Ол бір үлкен плюс, себебі асығыс болған кезде тез ғана жуынып алуға болады. Ал егер де ортақ болса, ол қиындық тудырады. Себебі ортақ душ болса, ол белгілі бір уақыт аралығында, мысалға понедельник, четверг деген секілді, 6-ға дейін деген секілді, немесе 6-дан кешкеге дейін деген секілді бір ортақ уақыттарда жұмыс жасайды да, және де кей кезде оған үлгермей қалып жатуымыз мүмкін. Ал душ өзіңнің бөлмеңде болғаны ол үлкен бір плюс болып есептелінеді. Қосымша жалпы жатақханада тіпті перде деген секілді нәрсеге дейін жабдықталған. Ол көп университеттерде ондай жоқ. Перде дегендердің барлығын өзің алып келіп жатасың. Сол себепті де біз 2-ші орынға қосқан болатынбыз. 2-ші орынға тек қана Женпи университетін емес, мен қосымша Асфендияров университетінің жатақханасында қосып отырмын. Асфендияров университетінде өте көп жатақхана бар. Яғни стоматологиянікі бөлек, фармацевтиканікі бөлек деген секілді. Ескі жатақханаларда да, жаңа жатақханаларда бар, бірақ маған Асфендияров университетінің жатақханасы несімен ұнады. Үлкен бір плюстардың бірі таза, өте таза. Яғни өзім бұрындарда осы университеттің жатақханасына барған кезде как будто бір больницада жүрген сияқты сезінесің да. Яғни өте таза, гигиена жақсы сақталған, соны да өзінің студенттерінен талап етіледі. Жалпы сол себепті де мен осы университетті 2-ші орынға қойып отырмын. Бүгінгі тізімнің 1-ші орнына КБТУ университетінің жатақханасын кіргізіп отырмын. Себептердің бірі ол жалпы ғимарат ескі емес, жаңа ғимараттардың бірі. Сырты да, іші де жақсы жасалған, мебельдері де дұрыс. Жалпы тұрған кезде, ішінде болған кезде өзіңді бір жақсы сезінесің, және де бір атмосферасын сезінесің, және де ұқыпты тазамен барлығы жасалған. Және де ремонты да жақсы, мебельдері де жақсы. Сол себепті де мен бүгінгі тізімге 1-ші орынға КБТУ университетін кіргізіп отырмын. Айтқандағыдай тағы да ескертем, бүгінгі тізім ол айына 10 мың теңге мен 20 мың теңгенің аралығында төлеп жатуға болатын жатақханалардың тізімін жасап отырмын. Одан да қымбат жатақханалар бар әрине, 30 мың, 40 мың, 50 мың деген секілді. Соған сәйкес сапасы да мықты деген секілді. СДУ университетінің жатақханасы мысалға келтірсе де өте бір жақсы жатақханалардың бірі, бірақ қымбат. Сол себепті де оны біз әзірге кіргізбей отырмыз. Сөйтіп, бүгін біз осындай тізім бойынша, рейтинг бойынша жатақханалар жасадық. Мен КБТУ университетінің жатақханасын
бірінші орынға қойған болатын. Яғни оны сіздер фотодан да видеодан да көріп отырсыздар. Жалпы бүгінгі видео осындай кішігірім жатақханаға обзор болды. Және де осы орайда айта кететінім, егер де сіздер болашақта осы суммадан арзанырақ немесе қымбатырақ деңгейдегі жатақханалардың рейтингісін қаласаңыздар, егер де сондай тақырыпта видео түсіргенді қаласаңыздар, міндетті түрде комментарийға кері байланыс білдіріп кетіңіздер, жазып кетіңіздер, және де қандай университеттің жатақханасының фото мен видеосын салғанымды, көрсеткенімді қалайсыздар, оны да айта кетіңіздер. Міндетті түрде мен оның барлығын ескеріп, сіздерге арнайлап тұрып видео түсіретін болам. Достар, бүгін бізде осындай тақырыпта видео болды. Ұнады деген ойдан міндетті түрде ұнаса лайк пен комментарийны аямаймыз. Достар, сау саламат болыңыздар, келесі видеода кездескенше.